Ұлттық киімнің өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Шапан қазақтың ең басты ұлттық сырт киімі, сыйлық ретінде де беріледі. Шапан даналықтың, құрметтің және берекенің белгісі. Шапанның алтын оюлары дәстүрдің байлығы мен ұрпақ сабақтастығын білдіреді. Ал тақия қазақтың ұлттық болмысы мен үлкенге деген құрметтің нышаны. Менің басымдағы кимешек қазақ әйелінің ар-намысының, аналықтың және даналықтың белгісі. Кимешек тұрмыстағы бала тәрбиелеп отырған әйелдің мәртебесін білдіреді. Үстімдегі оюлы камзол қазақтың сәні мен дәстүрінің көрінісі. Ал қасымдағы келіннің киімі жастықтың, сұлулықтың және әдептіліктің белгісі. Оның нәзік көйлегі мен оюлары қазақтың бай мәдениетін көрсетеді. Менің басымдағы сәукеле қазақ қыздарының ең әдемі әрі қасиетті бас киімі. Ол қыздың сұлулығын, тазалығын білдіреді. Үстімдегі оюлы ақ көйлек нәзіктік пен пәктіктің нышаны. Қазақтың ұлттық киімдері ата-бабамыздың дәстүрін, мәдениетін және бай тарихын көрсетеді.